Сәлем достар, бүгін сіздермен американский панкейк жасаймыз. Өте оңай әрі тез дайындалатын керемет таңғы ас. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бізге пісте май, ұн, қопсытқыш, сүт, жұмыртқа және шекер керек. Алдымен сүт, жұмыртқа және шекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Пісте май құйып араластырамыз. Ұнға қопсытқыш саламыз, сосын барып табаққа салып араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз. Қамырымыз дайын, енді табан дайындаймыз. Табаны қатты қыздырмаймыз, орташа етіп қыздырып, видеода көрсетілгендей шөмішпен кішкене құйып пісіреміз. Менің табам антипригарное покрытие, егер сіздерде ондай болмаса, астына кішкене май жағып жіберіңіздер. Қамырдың бетінде осындай кішкене тесіктер пайда бола бастағанда жайлап аударамыз. Дәл осылай екі жағында пісіріп аламыз. Панкектеріміз дайын, өте жұмсақ және жақсы көтеріліп шықты. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.